балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар деп, ұстаздардың ұстазы Ыбырай Алтынсарин атамыз қалай дөп басып айтқан десеңші. Мұндағы шам тұңғиық терең білім, ғылым болса керек. Осынау білім деген шамның жарқырай түсуі үшін сол кітаптың жинақталар жері кітапхананың тұғыры қашанда биік болуы тиіс. Құрметті оқырман, бүгін біз сіздермен номер 2 мектеп лицейінің кітапханасына саяхат жасаймыз. Кітапхана үш үлкен залдан тұрады. Абонементте кітапханашы Мария Адилова мен Ләззат Өтегенова апайларымыз оқырман сұраған кітапты тауып беріп, қажетті ақпаратты қанығуға жағдай жасайды. Коворкинг залы кең, жарық жайлы, интернет желісіне қосылған. Мұнда ақыл ойды шыңдайтын шахмат ойнауға да болады. Диванда жайғасып кітап оқысаңыз, сізге ешкім кедергі келтірмейді. Мұнда мектепшілік түрлі іс-шара, көрмелер ұйымдастырылады. Ал қоймада 40.968 кітап қоры бар. Оның 35.464 оқулық, 3792-сі көркем әдебиет болса, 1216-сы әдістеме құралдары. Кітапхана жыл сайын жаңа кітаптармен толығып жатыр. Тұрақты оқырмандарымыз бар. Кітап оқуға тарту мақсатында түрлі іс-шаралар өткізіп тұрамыз. Кітап деген рухани байлықтың қайнар көзі ғой. Кітап оқыған адамның ой санасы тез жетіледі. Балаларды кітапханаға шақырамын. Келіңіздер, жаңа кітаптармен танысыңыздар, оқыңыздар дейді Мария Адилова. Кітапхананың тұрақты оқырмандары бар. Әрине олар мектеп мақтаныштары. Уақытының көп бөлігін кітапханада өткізетін Ердәулет Орынбасаровты әңгімеге тартқан едік. Ердәулет, сіздің соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Келешек оқушыларға өзіңіз оқыған қандай кітаптарды оқуға кеңес берер едіңіз? Иә, Әлима, адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді. Кітапхананың осынау бір біздің бойымызға берері, жан дүниемізге сыйлары көп. Кітапхана бұл құнды қазынаның ордасы, сол себепті кітапхананың тұрақты оқырманы болған жайым бар бірнеше жылдан бері. Енді менің ең соңғы оқыған кітабым осы мектеп кітапханасынан алдым. Ол кітап Ұларбек Нұрғалымұлының Даяғаш кітабы. Ал оқуға кеңес беретін кітаптарына келетін болсақ, әрине шетел әдебиетімен бірге біз өзіміздің қазақ әдебиетіне ала жүруіміз керек. Қазақ әдебиеті мен шетел әдебиеті бір қанның қос қанатындай болуы керек біз үшін. Сол себептен шетел әдебиетінен мен Робинсон Крузоны оқуға ұсынар едім. Ал өзіміздің қазақ әдебиетінен әрине қазақтың классиктері санасаң сан жеткен осынау бір керемет соны сөзі таба білетін тұлғалар. Сол себептен Әбіш Кекілбаевтың шығармаларын оқуға кеңес береді. Сонымен қатар білесіз, Сенберлиннің көшпенділер трилогиясы бар, сол көшпенділер трилогиясын оқу. Рухани азық іздеген, көзі ашық, көкірегі ояу әрбір адамның келер шаңырағы кітапхана. Кітапхана сапалы білімнің сенімді кепілі. Өркениетті жетелейтін жалғыз кітап пен кітапхана екенін ұмытпайық. Сіздермен бірге болған Алима Адилова, Ерасыл Нұрланұлы, арнайы 250 TV каналы үшін.